достар, қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Так, сәл түзулеу жіберейік. Вот так, кажется, лучше. Қалайсыздар, достар, жағдайларыңыз қалай? Аман есенсіздер ма? Сіздерге о-маркетке қатысты айтылатын жаңалықтарым бар. Ол жаңалықтар жалпы 25-ші жылы о-маркет қалай жұмыс жасайды. Жалпы негізгі системасында не өзгерістер болып жатыр, қандай лайфхактар бар, және осы жаңа жылға дейін қалай ақша жасап алуға болады деген сияқты сұрақтар өте көп. Және сіздер бізге тіркелген кезде өздеріңіздің жоспарлап жүрген жұмыстарыңыз, жасаймын деп отырған жұмыстарыңыз бар, және тағы басқа өздеріңіздің істеп жатқан жұмыстарыңызда туындайтын сұрақтар бар. Дұрыс қой, сол сұрақтарға байланысты қазір егер сұрақтарыңыз болса осы жерде қойыңыздар, мен сіздерге жауап беремін. Қосымша жаңағы обновлениялар туралы информация беріп өтетін боламын, достар, жақсы ма? Осыған орай эфирді соңына дейін көріңіз, достарыңызбен бөлісіңіздер, комментарияға жазыңыздар, сұрақтарыңыз қойыңыздар. Ал біз болсақ бастаймыз. Енді біздегі ең басты обновлениялардың бірі 25-ші жылдан бастап о-маркеттегі жаңағы дистрибьюторство, дилерство вопросы, ең басты актуальный темалардың бірі. Осы дистрибьюторский вопрос, мысалға, қалай жұмыс жасайды? Дистрибьюторский вопроста 25-ші жылдан бастап дистрибьюторларға не істеу керек, қандай қосымша оларға міндеттемелер беріліп жатыр. Сол бойынша информация айтып өтейін. Біріншіден, дистрибьюторлар 25-ші жылдан бастап үлкен вероятностьпен ЭКТ порталына өтеді. О-маркетте қалмайды. Электронды каталог товар уже дистрибьюторларды, дилерларды контролінде ұстайтын болады. Ол бірінші. Екіншіден, дистрибьюторлар мысалға ЭКТ порталы мен о-маркет порталының өзі тауарларды жүктеумен айналысады. Егер біріңіз білсеңіздер, біріңіз білмеулеріңіз мүмкін, олардың өздері де тауар жүктейді. Енді 25-ші жылдан бастап, егер сіз қандай да бір брендтің мысалға жаңағы дистрибьютор болатын болсаңыз, ол тауарды уже олар жүктемейді. Ол сіздің мойныңызға жүктеледі. Сіз өзіңіз сол тауарлардың характеристикасын жүктеп, производстводан алынып тасталынған позицияларды өшіріп, одан кейін жаңадан шыққан позицияларды қосып, характеристикасында өзгерген дүниелер бар болса, соның барлығын өзіңіз өзгертіп отыруға жетсіз. Ол бір. Екіншіден, дистрибьюторлық статусыңыз бар кезде заказ келіп қабылдамау деген тема болмайды. Егер қабылдамайтын болсаңыз, дистрибьюцияңызды алып қоятын болады, потому что позиция былай болады. Дистрибьюторстваны алдың, бағаңды қойдың, заказ келді, қабылда. Қабылдамайсың ба, онда бәріне доступ аш, чтобы сол тауарды қабылдап жұмыс жасай алатын адамдар алсын деген оймен, пікірмен осылай жасалынып жатыр. Негізгі жаңалықтың бірі осы, что дистрибьюторство ЭКТ порталына өтеді, ал дистрибьюторство, дилерство екеуі бір тақырып. Одан бөлек қосымша 25-ші жылдан бастап тауарлар сатып алынатын кезде заказчиктар қазіргі сияқты бір ғана позицияны таңдамайды, бір кітірумен емес, уже 3 кітірумен немесе бір кітіруға сай келетін 3 тауарды бірден таңдайтын болады. Ол деген сөз қалай жүзеге асады? Мысалы есебінде заказчик қандай да бір компьютерді сатып алатын болса, сол компьютерді ол өзіне жаңағы характеристикасына сай, мысалға HP келіп тұр. HP-дан бөлек, мысалға дәл қазір ода жаңағы HP, Asus, Acer, Lenovo деген сияқты неше түрлі брендтер тұрса, ішінде біреусін ғана таңдайды. И сол тауарға заказ береді. Егер ол тауарда ешқандай поставщик жоқ болса, отказ берсе, тағы сондай болатын болса, онда қайтадан повторный закупка жасап жүреді. То есть ол дополнительный действияларға алып келеді. Осы действияларды максималды қысқарту мақсатында алдағы уақытта заказчикқа бірденен 3 тауарды таңдауға мүмкіндік береді. Соның арқасында заказчик бірденен мысалға HP тауарының ішіндегі бір-біріне ұқсас 3 моделін таңдауы мүмкін, немесе HP, жаңағы Acer и Asus үшеуін таңдауы мүмкін. Өзіне керек 3 түрлі тауар. Соның ішінде қай жаңағы тауардың бағасы арзан болды және поставщигі қабылдады, сол заказ уже бірденен жаңағы уже алынды деп есептелінетін болады. Яғни предзаказға шығатын заказдардың саны жалпы қысқаратын болады осылайынан. Сондықтан, достар, егер сіз мысал есебінде
жаңағы иіс сабын сататын болсаңыз, допустим, Palmolive сатасыз, Palmolive'тан бөлек қасына жаңағы DAF бар және тағы басқалар бар. Солардың барлығын қосып қойыңыз. Себебі заказчик мысалға Palmolive'ті жаңағы 3 түрлі сабынды таңдаған кезде, үшеуінің де қайсынан мысалға сіз сатып жатқан кезде 3 тауарда сізде бар болып, үшеуінде де бағаңыз тұрып, звука нет дейді. Наверное, звук у вас нету, потому что потому что я же не могу регулировать отсюда вашу громкость. Сондықтан, скорее всего, сізде ол техническая ошибка. Одан кейін барып, жаңағы тауарларды жүктеген кезде, так, ойым жоғалтып алдым, 1 минут есіме түсіріп алайын. Тауарды закуп жасап жатқан кезде 3 брендті таңдаған кезде, үшеуінің біреуісіне хотя бы заказ сізге келетіндей 3 тауарға да баға қойып қойыңыз. Яғни жаңағы шелекті сатсаңыз да, кір сабын сатсаңыз да, компьютер сатсаңыз да, енді компьютер әрине ол NAS режимдағы дүниелер, ноутбуктар, но тем не менее жалпы деп жатырмын да, или там игрушки болуы мүмкін, развивающий, немесе кафельдар болуы мүмкін. Кафельдің бір брендімен ғана жұмыс жасамай, бірнеше брендін бірден алып алуға тырысыңыз. Бірнеше прайспен жұмыс жасаңыз. Жақсы ма? Бір категорияның өзінде, бір тауардың өзінде бірнеше бренд бар. Тот же мынау маркер сияқты, я. Маркерінде мысалға, мынау как раз таки екеуі екі түрлі бренд екен. Екеуі екі түрлі бренд, и осының мысалға заказчик мынаны да таңдаса, ішінде қай тауардың бағасы менде арзан тұр, мысалға соған заказ келеді. Если мен мысалға мынаны қымбат затып, мынаған баға қоймаған болып, бұны басқа поставщик баға қойған болса, уже заказ соған кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан заказды көбірек өзіңізге алатындай мүмкіндік жасайтын дүниелердің бірі осы болып табылады. Сондықтан жалпы осы процеске көбірек көңіл бөліңіздер. Одан бөлек ең үлкен обновлениялардың бірі, жалпы негізі госзакуптың заңы бойынша сатып алудың бірнеше түрі бар, я. Ол жаңағы бір көзден сатып алу, ценовка, конкурс, аукцион, электронный магазин деген сияқты форматтарға бөлінетін болса, электронный магазин арқылы сатып алынатын бізде бір ғана площадка бар. Ол қазір Omarket площадкасынан закуп жасайды. Ал енді 25 жылдан бастап қосымша тағы да Omarket сияқты порталдар пайда болатын болады. Яғни заказчик Omarkеттен іздеген тауарын таппаса, ол уже басқа площадкадан закуп жасай алады. Және ол алдағы уақытта ол процесі жақсы қолға алынып жүзеге қойылған кезде, потому что енді ол порталды жасап шығаруға да 1-2 жылдай, 1 жылдай уақыт керек, кем деген кезде сайтын бәрін орнықтырып, серверлары бар, жаңағы аналитиктары бар, разработчиктары бар, техподдержкасы бар. Енді тауар жүктей ме, олар жүктемей ме белгісіз, себебі тауар жүктеу деген ол да бір өзінше үлкен өнер. Оны енді бірден қолына ала ма, аламай ма, одан бөлек жаңағы доставкасының вопросы бар, логистический, оның барлығын контрольға алып, бірден жасап шығу оңай болмайды, сондықтан ол ұзақ процесс. И осы процесті более-менее басқа порталдар Omarket сияқты пайда болған кезде заказчикта мынандай мүмкіндік болады. Жалпы электронный магазин арқылы жаңағы заказын жібереді, и қай площадкада именно Omarkеттен бөлек тағы да қандай порталдар пайда болады, сол порталдардың ішінде именно қай поставщикқа заказ барады, қайсы қабылдап алады, уже система анықтайтын болады. Яғни ол жерде тек қана арнайы Omarkеттің ішіне кіріп, Omarkеттің ішінен сатып аламын, арнайы мына поставщиктен сатып аламын деген сияқты тема болмайды. Себебі ол жерде бірнеше портал болса, система өзі қай порталда сол тауар арзан, және поставщигі бар, және поставщигі қабылдап тұр, соған қарай уже жұмыс жасайтын болады. Сондықтан, достар, алдағы уақытта қосымша порталдарды да үйренуге тура келетін болып тұр. Ну, ничего страшного. Мысалы, қазір Omarket 2.0 шықты. Omarket 2.0-дің шығатын біз жаздан бері айтып келе жатқанбыз. Одан бөлек қаншама обновленияларды біз алдын ала айтып жүрміз. И қазірде мысалға алдын ала сіздерге ақпаратпен бөлісіп жатырмыз. Сондықтан сіздер қазірден бастап уже қам жасасаңыздар болады осы условиялармен жұмыс жасауға. Сондықтан сіздер дистрибьюторство алатын болсаңыздар, дистрибьюторствода желательно эксклюзивный дистрибьюторство деген сөз болсын. Именно эксклюзивті. Ол біріншіден, екіншіден енді сіздерде офлайн дүкендеріңіз жоқ. Мысалы есебінде жаңағы Технодом сияқты, немесе тағы да басқа сияқты магазиндарыңыз жоқ. Ол жаққа апарып сатпайсыздар. Тек қана тендермен айналысып жүргендіктен тендерный площадкаларда және Omarket порталында сатқандықтан сіздер уже
дистрибьюторстан алған кезде прям осылайынан жаздырып алсаңыздар болады. Барлық электронды площадкаларда, немесе енді барлық электронды площадка дейтін болсаңыз, оның ішіне уже Каспий, Озон, Wildworks'тар кіріп кетуі мүмкін, ал ол производительдің уже мүмкін представителі бар шығар, жаңа Каспийда затын сатып отырған. Сондықтан сіздер барлық мемлекеттік электронды площадкаларда сатуға деп осылайынан дистрибьюторстан алып алыңыздар. Соның арқасында Омаркетте ғана емес, жаңадан болашақта пайда болатын порталдарда уже сізде дистрибьютор деген сатусыңыз бар болады. Соның арқасында сіз уже сол жаққа конкуренциясыз жұмысыңызды бастай аласыз. Осындай сіздерге кішігірім инсайт. Ал енді қазір дистрибьюторстводан қиналып жүрген адамдар бар болса, дистрибьюторстводан мысалға бір позицияны сатқысы келеді, ол позицияны мысалға жаңағы 100 мың теңгеден сатып алады да, үстіне бір 40 мың теңгесін қосып, 140 мыңнан мен сата аламын, бірақ мына жерде дистрибьютор галочкасын қойып қойған, масқара, бұл адам жаңағы 300 мыңнан сатып жатыр, мына жерде 140 мыңнан сатуға болады деген сияқты адамдар бар болса, онда сіздерде ол тауарларға баға қоя аласыздар. Оның мынандай бір екі жолы бар. Біріншісі, сіз затты сатып алатын накладной ойыңызды көрсету керексіз Омаркетке, и жаңағы сататын бағаңызды сол кезде Омаркет сізге доступ ашып береді. Ол бірінші. Екінші доступ, ол фишкасы, мынандай хитрость, ол хитрость қалай жұмыс жасайды? Ол хитростьта сіздің атқаратын қызметіңіз былай болу қажет. Дистрибьюторство Қазақстан бойынша қойылған бағалар, ол жалпы 44 қалаға ғана әсерін тигізеді. Мысалға, облыс орталығында қалалар және одан басқа тағы қалалар бар. Жалпы саны 44 қалаға ғана дистрибьюторлық күші жүзеге асады, жүреді. Ал Қазақстанда қазіргі кезде 3 мыңнан астам 4 мыңға жуық населенный пункт бар. Жалпы негізі ауылдық округтар болсын, жаңағы аудандық дәрежедегі болсын, разница жоқ. Барлығын жалпы алған кезде жалпы саны примерно сондай болады. Соның ішінде 44 қана регионда дистрибьюторлық жаңағы дәрежесі жүреді, басқа поставщиктарға баға қойдыра алмайды. Ал басқа ол тауарға баға қою үшін жаңағы 44 позициядан бөлек басқа точка продажаларды ашу қажет, филиалдарды, и сол арқылы кіріп жаңағы тауарға баға қоя аласыз. Яғни сол жерде сізде жаңағы тауарыңыз бар деп бағасын қойып, сөйтіп сатсаңыздар болады. Ол қосымша жаңалық. Және одан бөлек мынандай моменттер болып жатады. Мысалға, бір адам айтады, тауардың бағасы менде мысалға 5000 теңгеден тұр, ал конкурентте 5000, например, 200 теңгеден. Конкуренттің бағасы яғни қымбат болып тұр. Ал енді заказ почему-то қарайсың, мысалға, заказчиктің пункт планасын көреді ғой. Пункт планасын көргенде ол жерде жаңағы тауарға закуп жасайын деп жатыр. Бірақ жаңағы 5000 теңгеден қойған тауарға заказ келген жоқ. И уже госзакуп порталына кірсе, уже договор подписан басқа поставщикпен, который жаңағы 5200-ден қымбат сатып жатқан поставщикпен. Енді договордың ішіне кіріп, бағасын қараса, бағасы 4900 теңге деп тұр. И ол қалай? Это Омаркеттің ішіне кірген кезде ол 5200 деп тұр ғой. Мына поставщик мысалы есебінде арзан сатып жатыр 5000 теңгеден. Бірақ мына жақта басқа біреу кіреді да 4900-дан алып кеткен, жаңағы 5200-ден сатып жатқан адаммен договорға қол қойған 4900 деп. Ол қалай? Оның жолдары бар, оның жолы қалай жүзеге асады? Оның жолы именно оптовый продажи деген тема арқылы жүзеге асыруға болады. Яғни, сіздер тауарға баға қойған кезде, торговое предложениеда жаңағы бағасын қойып жатқан кезде оптовое предложение деп тұрады. Сол оптовое предложениеде мысалы 30 штуктан, 50 штуктан, немесе 1000 штуктан жоғары закуп жасаған кезде бағасы уже өзгереді деп төмен бағаны көрсетіп қойсаңыздар болады. За счет этого заказчик, мысалға, мелкий объемды заказ берген кезде сіздің жаңа қымбат бағаңыз жұмыс жасайды, ал если үлкен объеммен заказ түсетін болса, сіздің уже арзан бағаңыз жұмыс жасайды. Сөйтіп отырып, конкуренттердің алдын орап кетсеңіздер болады. Бұл основной лайфхактардың бірі. Жалпы негізі Омаркетте осындай фишкалардың түрлері өте көп. Осыған дейін де біз талай фишкалардың түрлерін көрсеткен болатынбыз. Оның ішінде бұрында біз доставканың арқасында ақша жасаған кездеріміз болды. Астанадан Малиновкаға ветошьті жіберген кезде, ол заманда еще ветошьті сатуға рұқсат беретін заман етін, Омаркет басында жұмыс жасап жүрген кезде. И ветошьті 12 мың теңгеге сатып, бірақ доставкасынан 80 мың теңге ақша жасаған кездер болған. Осыған ұқсас случайлар өте көп болды. Түркістаннан Ақтөбеге мысалға тауар жіберген кезде 2 креслоны, ол заманда тоже индустриальный сертификат талап етілмейтін кезетін,
2 креслоны жіберіп, доставкасының арқасында 40 мың теңге үстінен ақша көрген жағдайлар болған. Осыған ұқсас случайлар көп болды, бірақ заңдар өзгеріп жатыр, технический моменттер өзгеріп жатыр. Осыған орай біз де өзгеріп, жаңағы заман талабына, ағымына сай біз де өзгеріп отырып, осының ішінен лазейкаларын тауып, жұмысымызды жасап жатырмыз. Егер сіздер де осылай неше түрлі фишкаларды қолдана отырып жұмыс жасағыларыңыз келетін болса, сіздерге айтатын тағы да бір жаңалық бар. Біздің оқыту орталық алдағы уақытта өз жұмысын как оқыту орталық есебінде жұмысын тоқтататын болады. Біз сообщество форматына ауысқалы жатырмыз. Алла қаласа осы ноябрьдің ішінде сообщество форматында жұмыс жасаймыз. Мысал есебінде курс пен сообществоның айырмашылығы неде? Қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, бұрын біз 4 жыл бойы біз 5000 адамды қалай оқыттық поставщикта. Біз айтамыз, курсқа келген адамдарға түсіндіреміз, сіз қазір 2 қыр асып жүру керексіз, 2 қырдан кейін ана жерде бір үй болады, сол үйге барасың, ол үйден шығасында оңға қарай бұрыласың, алдыңна көл шығады, одан солға бұрыласың, сол жерде бұлақ бар, сол бұлақтың суын ішесің деп айтамыз. Осы ортада кейбір оқушыларымыз мысалға 2 қырды жылдам өтіп кетсе, басқа бір оқушыларымыздың алдына мысалға жылан шығады, біреусінде жаңағы басқа бір нәрсе болуы мүмкін, потоп болуы мүмкін, немесе өрт болуы мүмкін деген сияқты. И осы моментте оқушыларымыз сұрап отырады, дальше не істейміз? Біз просто айтып отырамыз, біздің атқаратын қызметіміз сопровождение де болады, сұрақ жауап беріп, жаңағы қандай қиындықтар туындады, сол қиындықтардың шешу жолдарын айту арқылы көмектесіп отыратынбыз. Енді оның өзінде жаңағы оқушылар жалғыз қалып кеткеннің кесірінен ол определенный периодқа дейін жұмыс жасап келеді, кейін қорқынышы бар, басқасы бар, жаңағы қиналғаны бар, сөйтіп қалып кетеді. То есть 2 ай істейді, 6 ай істейді деген сияқты периодтан кейін уже ары қарай жұмыс жүрмей қалуы мүмкін. И осындай случайлар біраз оқушыда бар. Осыған орай біз қазір сообщество форматына ауысып жатырмыз, ал сообщество форматында осы 2 қырды бірге қол ұстасып өтіп, жаңағы үйге бірге барамыз, ары қарай көлшікті бірге іздейміз, одан кейін бұлаққа барамыз деген теманың барлығын бірге жүретін боламыз. Яғни ол процесс қалай болады? Тоқтаусыз жеке обучениялар куратормен, каждый вторник күні оқушылардың өзінің общий кездесуі болады, кураторсыз, менсіз, және әр суббота күні менімен бірге кездесу болады. Ол кездесулердің барлығы зуммен болады, онлайн түрде, и ол осы тоқтаусыз форматта жүріп отырады. Осы форматта біздің сообществодағы адамдардың барлығына кем дегенде 2-3 дистрибьюторстводан алып беріп көмектесеміз, лично өзім көмектесемін, переговорға атсалысып. Қазір біз Қытайға да, Россияға да жан-жаққа шығып, переговорлар жүргізіп жатырмыз. Уже бірнеше оқушымызға дистрибьюторствоны алдық. Құдайға шүкір, ауылдағы отырған 500 ғана адам тұратын станциядағы мысалға оқушымызға да дистрибьюцияны алып беріп жатырмыз. Ол өмірінде никогда дистрибьюторство тендер саласында жұмыс жасап көрмеген. И сол кісіге де алып беріп жатырмыз. Осы сияқты форматта жұмыс жасап отырып, дистрибьюцияны алып береміз. Одан кейінгі дүниеде жаңағы сатып жатқан тауарлардың санын 5000-10 000 позицияға дейін өсіріп, одан дальше өсіруге көмектесеміз. Келесі форматта постоянно кездесулердің арқасында логистиканың дұрыс жолдары, шетелден тауар кірген кездегі таможнядан қалай дұрыс кіргізу керек, оплатаны қалай жасаймыз, договорға қалай қол қоямыз, международный договорларды, оның исполнениесіне кім жауап береді. Мысалы, Россиямен неған кезде Россияның федерациясының жаңағы заңымен жұмыс жасай ма, Қазақстанның заңымен жұмыс жасай ма деген сияқты. Қытаймен жұмыс жасасақ қалай, Австралиямен жұмыс жасасақ қалай деген сияқты форматтар болады. Осы вопростардың барлығын, юридический моменті бар, бухгалтерский вопростары бар, осының барлығын бірге обсуждать етіп жүретін боламыз. Одан бөлек 2-3 ай сайын офлайн встречалар болады. Офлайн встречалардың негізгі идеологиясы барлығымыз әр қалада, әр түрлі қалада бас қосып, азынан кешке дейін үлкен конференц-залды алып алып, сол жерде отырып, әлем бойынша әртүрлі производительдерге шығып, сол жерде отырып, дистрибьюторство бойынша вопростармен сөйлесіп, көмектесіп, бір-бірімізге жұмыс жасап, дистрибьюторствоны алу. Одан бөлек сол моментте отырып, прайстарымызды көбейтеміз, бір-бірімізбен идеямен алмасамыз, и о маркеттің ішіне кіріп, заказдарды қабылдап жұмыс жасаймыз. Далее, келесі этапта ол встречаларға қосымша неше түрлі эксперттар келетін болады. Оған мен өзім жауап беретін боламын. Ол эксперттар қандай эксперттар? Мысалға, Каспий, Уайлберспен жұмыс жасайтын болуы мүмкін, финансовый вопростармен, налоговый вопростармен, немесе жаңағындай таможенный вопростармен эксперттар болуы мүмкін, атамекеннен адамдар болуы мүмкін. Басқа, мысалға, коммерческий порталдар бар, госзакуп сияқты, соны жақсы білетін адамдар болуы мүмкін. Солар келіп,
бесплатный жаңағыдай консультация жасап информациямен бөлісетін болады. Мысалға инстаграмда прямой эфирға қалай шығу керек деген сияқты сұрақтар да болуы мүмкін. Оның ішінде жаңағыдай психология, отношения, сюцай, мысалға оның барлығы былай қарап тұрсаң в целом бизнесті үлкен дәрежеге дамытуға тигізетін көмегі зор. Әр жерінен 10%-тен 15%-тен пайда алғанның өзінде ол встречаның совокупности барлық пользасын алып қолданатын болсаңыз, сізде уже жақсы результат болады. Соответственно, сол результаттардың арқасында сіз постоянно табыс көзінде, постоянно движухада боласыз. Ендігі мәселе, қандай тауарлар сату керек, қай тауарлардың дистрибуциясын не қыламыз, аламыз деген кезде, ол тоже менің шешетін вопросым. О маркеттен статистиканы алып, оқушыларға беріп отыратын боламын. Мысалға, өткен жылы 1 сентябрь мен 31 желтоқсанның ортасында сатылған барлық тауарлардың позициясын, статистикасын біз сентябрьдан бері қолданып келе жатырмыз. Соның ішінде ең бірінші орында тұрған тауар бізде Fujian деген генератор, жалпы суммасы 335 миллион теңгеге алынған 4 айдың ішінде о маркет арқылы. И біз қазір Fujianға переговорға шығып, солармен сөйлесіп жатырмыз, чтобы электронный площадкада эксклюзивті дистрибуцияны алу бойынша оқушының атынан жазып, қазір переговор үстіндеміз. Осы сияқты топовый позициялардың түрлері көп, және промежуточный топовый позициялар бар. Мысалға, қазір новогодний подарктар, елка деген сияқты, гирлянда бізде оқушыларымыздың ішінде өткен жылы, алдыңғы жылы декабрь айында обучениеге келген адамдар бір гирлянданың өзімен ақ, бір позиция гирлянданың өзімен ақ оқуға кірген ақшасының 50%, 70%-ын көтеріп алған осындай оқушылар бар. И қалған позициялармен, тағы да бірақ позиция сатқан жоқ, басқа позициялармен сатып, уже бір айдың ішінде плюсқа шығып кеткендер бар. Оқуының ақшасын жауып, ары қарай үстінен ақша көрген оқушылар аз емес. Сондықтан осы сияқты позицияларда болады, және жалпы жаңағы айға бөлген кезде топовый позиция, 3 айға бөлген кезде топовый позициялар бар, 6 айға бөлген кезде топовый позициялар бар. Осы позициялармен жұмыс жасау бойынша жаңағы энергиямызды, фокусымызды арнайтын боламыз, чтобы результатқа шығу үшін. Оның ішінде совместный предприятиялардың жаңағы ашылуы бойынша жұмыстар болуы мүмкін. Мысалға, хост-товар ашу, хост-товармен де осы жылы февральдың кезінде Ресейден адамдар өздері шыққан бізге. Хост-товарды өндіруге арналған цех 1,5 миллион теңге тұрады деді. Тауарларына, жаңағы производствосына, цехына гарантиясы бар, және сырьесын өздері поставка жасап беріп отырады. Сырьесының качествосы өте жоғары дәрежеде, және бағасы арзан, что себестоимостьпен келген кезде Қазақстанда өндіріп шығарып сататын болсаң, бағасы арзанға түседі. То есть конкурентно способный баға, еще качествосы жоғары болып келеді. Ендігі мәселе, тура осыған ұқсас Өзбекстанда, прикинь, тоже бар екен. И самое интересное, бағасы 600 мың теңге жаңағы ненің оборудованияның. И получается, біз совместно осындай бір производстволар ашуымыз мүмкін. Как раз получается 4-5 адам, 10 адам қосылатын болса, біреу индустриальный сертификат, біреу STKZ, біреу жермен айналысады, біреу жаңағы помещениемен айналысады, біреу тағы бір нәрсемен айналысады деген сияқты совместно предприятиялардың түрлерін көтеру мақсатында ары қарай дальше жұмыс жасаймыз. Ол жерде не обязательно хост-товар, но и басқа да позициялар болуы мүмкін әртүрлі. Бұрын бізде 2021-де даже 2021-де есімдерін даже ұмытып қалдым, Шыңғыс деген бір оқушы болды Қызылордадан, қателеспесем Ақылбек деген, сосын тағы да бір жігіт, уже аттарын ұмытып қалдым. Солар осы кабинетте как раз міне дәл мына жерде, қазір сіздерге көрсетейін. Міне дәл осы рабочий местада отырып, бірін-бірімен танысып, жұмыс жасап жүріп, по итогу үшеуі не болып кетті, дос болып кетті. Дос болып кеткен кездегі негізгі дүниесі былай болды. Олар, получается, біреусі Қытайдан тауар кіргізе аламын деді, біреуі Атыраудан жаңағы складым бар деді, енді біреусі ақшасы бар деді. Давай деп үшеуміз бірігіп, тауар кіргізіп жұмыс жасайық деп, сөйтіп бірігіп кеткен моменттер болған. Осыған орай, осы сияқты ситуациялар бізде алдағы уақытта тоже болуы мүмкін, потому что ол постоянно бір идеядағы жүрген адамдар біріккен кезде жаңадан бір идеялар пайда болып отырады. Осымен ары қарай жұмысты бірігіп отырып жасауға мүмкіндіктер өте көп болады. Сондықтан достар, біз қазір өзіміздің оқыту орталығымызды жалпы негізі тоқтату үстіндемізді, дальше біз сообществоға ауысып жатырмыз. Осыған орай қазір біздің курстарымызда
Так, не жазылып жатыр? Мына жерде онлайн обучение қанша тұрады дейді. Ол маркеттің қыр-сырын білгім келеді, постоянно заказ түсіп отыру үшін дейді. Жақсы, ассалаумағалейкум, провоцировать еткім келмейді, бірақ осынша табыс таба алсаңыз, біз оқыту мақсатыңыз не дейді? Сапарғали Баймұрат, обучениеде қай порталға нақты көңіл бөлінеді? Мысалы, біреуін жақсылап үйретіп, қалғандарын просто регистрация и так далее үйретеді дейді. Провоцировать еткім келмейді, бірақ осынша табыс таба алсаңыз, біздің оқытудағы мақсатыңыз не дейді? Сапарғали Баймұрат, смотрите, сұрақ негізі провоцировать еткенге жатпайды, орынды сұрақ, потому что осы күнге дейін бұл сұрақты қойып жүрген адамдар аз емес. Мен сізге бір қызық нәрсе айтайын да, өзім туралы. Осы күнге дейін 5000-ға жуық поставщикті оқыттық, 3000-дай заказчикті оқыттық, 5000 поставщик ол ақылы түрде оқығандар, 20000-дай поставщик бізде бесплатно оқыған. Осындай прямой эфирлардың бізде түрлері көп болды, офлайн мастер-класстар, бизнес-форумдар, конференциялар болды, в том числе ауызашарлар болды, Алматы, Тараз, Шымкент, Астана қалаларында бірнеше реттен өткізген болатынбыз. И самое интересное, ол оқыту курсынан бөлек біз өзімізде, мысалы, Казалянс Distribution деген өзімде дистрибуциялық компания бар. Ол жерде 4000-нан астам тауар бар дистрибуциялық. Биыл, например, біз қазір 21 километр асфальт жол соғып жатырмыз. Өткен жылы Астанада 8 километр жол соққанбыз. Қытайға барып достарымызбен бір ай болған кезде екі ниша алып келгенбіз. Біреусі женский магазин, қазір Астанада уже 3 магазин офлайн форматта жұмыс жасап жатса, енді біреусі упаковка компаниясының производителі, DQ деген Қытайдың производителі. Кантон выставкасы туралы естіген болсаңыз, барған болсаңыз білетін шығарсыз. Ол жерде примерно 75 000-дай әлем бойынша поставщик производительдер қатысса, соның ішінде 24 компания бесплатно қатысады. Соның официальный партнеры правительстводан прям письмосы бар, DQ деген производитель, который мойнында бейджик, андай нелерді тақып беретін, нелердің барлығын жасап беретін компания. Сол компанияның 130 квадрат метр выставочный залын полностью тауарымен бірге, жаңағы мебельмен бірге біз сатып алған болатынбыз. И оны тоже ашумен қазір жұмыс жасап жатырмыз. И получается, ол жерде олар жаңағы Louis Vuitton, Chanel, Dior, алкогольдардың ішінде Hennessy, Macallan деген сияқты атақты брендтердің коробкасын жасап береді. И солармен де жұмыс жасап жатырмыз. И алдағы уақытта бізде қосымша идеялар бар, неше түрлі производствоға қатысты, және тағы да басқа масштабированияға қатысты. Но самое интересное, курстан алатын польза, мен өзім негізі бала күннен бастап постоянно активистпін. И активист болған кездегі мен постоянно жастарға қатысып, шахматтан мысалы Жамбыл облысының чемпионы, КВНнан жастар лигасының чемпионы студент кезімізде. Одан кейін студент кезінде жаңағы не бар ғой, молодежный маслихат Нұр Отанның қасындағы Жас Отан. Сол жерде молодежный маслихатта депутат болдым. Полностью бізде Астана қаласында оқыған кезде Сарыарқа ауданының мәдениет басқармасының бастығы болдым. Одан кейін полностью юридический факультеттің старостасы болдым, факультеттің группаның емес. И осы сияқты форматта жұмыс жасаған маған ұнайды. Халықпен взаимодействие. Кішкентай кезімнен 3-ші класстан бастап базарда булочка сатқан балам, например, Жамбыл облысы Жаңатас қаласының адамдары білет мен. Әке-шешем қарапайым кісілер булочка пісіріп, бізді сөйтіп өсірген, мысалға мен оған жасыратын тема емес. Но самое интересное, әр адам әртүрлі дүниеден рахаттанады. Біреу игроман, содан рахаттанады, ләззат алады. Біреу драйв, машина айдағаннан рахаттанады, біреусі тағы бір нәрсе деген сияқты. Бұл менде уже уақыт өте келе. Басында 20-шы жылы ашылған кезде как основной бизнес форматында болды оқыту орталық. Но қазір уақыт өте келе бұл менде как хобби есебінде кетіп бара жатыр, потому что оқыту орталықтан пайдасынан гөрі, имеется в виду именно курсқа төлеген ақшасынан гөрі басқа пайдасы көп болып жатыр, потому что бұл жерде партнерлар бар. Мысалы, өткенде маған обучениеге кірген адамдар, осы последний 3 айдың ішінде обучениеге кірген адамдардың ішінде индустриальный сертификаты, общество инвалидов, СТКИЗеті бар адамдар кіріп жатыр, который бір жылда 2 миллиард, 3 миллиард оборот жасаған. Осы оқыту орталығы арқылы, мысалы, 12 месяцтің хозяйынымен танысып жатырмыз, оларда 100 000-нан астам тауардың түрі бар деген сияқты. Осында үлкен адамдармен совместно жұмыс жасау арқылы дополнительный есіктер ашылады маған. И өзім еще осыдан, мысалы, кайфую обучениеден, прямой эфирдан. Бүгін воскресенье, мысалы, бүгін эфирға шықсам да, шықпасам да, маған ешкім ешнәрсе демейді, бірақ мен өзім шыққаннан осылайынан түсіндіріп, сөйлесіп, информациямен бөлісіп, мысалы, қазір менің беріп отырған бесплатный информациям, мүмкін эфирдің басында кірмей қалған шығарсыз, қаншама лайфхактар, қандай обновлениялар болатын, қай направлениеде жұмыс жасау керектігі туралы көп информация айтып өттім. Қысқа, нақты. И осы информацияларды қолдану арқылы
курсқа кірмей ақ қойыңыз. Мен сізді обязательно курсқа кіріңіз деп жатқан жоқпын. Главное, табыс тапсаңыз болды. Потому что ютубта менің видеоларым жетеді. 21-ші, 22-ші жылы, 23-ші жылы жүктелген қаншама эфирларым бар, беріп жатқан пользалар бар. И менің ойым давай ақша төле емес, а в целом көмектесу. Дальше бізбен бірге болғыңыз келсе, пожалуйста, келіңіз. Бірге жұмыс жасаймыз. Самостоятельно десеңіз, без проблем. Информация мені. Қаласаңыз диагностикаға келіңіз. Мен сізге вообще ешқандай курсты презентовать етпей-ақ, бір жарты сағат, бір сағат отырып, зумда, прямой эфирда, жаңағы жеке сізбен ғана жұмыс жасап, қажет болса ол маркеттің ішін ашыңыз, демонстрация экранаға доступ берем. Сізге алып, мысалы есебінде қалай жұмыс жасаған дұрыс, детально прямо кнопкасын шықып отырып, көрсетіп бере аламын. И ол маған қиын емес. Мысалы, осы күнге дейін осылайынан бесплатный менде диагностика алған 500-ден астам адам бар, который дальше курсқа кірмеген. И это нормально. Кірмесе кірмей қойсын, пожалуйста. Главное, әйтеуір табысын тауып жұмысын жасап жүрсе болды. Менің еш нәрсем кетпейді одан. Ал енді бізбен бірге жұмыс жасаймын, жалғыз жүргеннен қорқақтаймын, ақылдасып отыратын адам қажет, сұраған кезде сұрағыма жауап беретін адам қажет, идея айтатын адам қажет, движуханы қалаймын, жалғыз қалғым келмейді. Ауылда айналамдағы адамдардың бәрінде кредит қарызы бар, бәрі шеттерінен жаңағы жұмыссыз, алкогольға жақын деген сияқты адамдар бар болса, олар айтуы мүмкін. Әреке сіздің командаңызға қосылып бірігіп жасайшы деп, пожалуйста, келіңіз. Келмесеңіз, келмей қойыңыз. Примерно осындай форматта біздің позициямыз. Обязательно келмесең бітті, өмірің қараң болады, беш болып кетесің деп. Ондай позиция жоқ бізде. Сондықтан курс ол для души ғой, для души. Осы информациялармен бөлісіп, алмасып, жұмыс жасаған. Алмас Мұхан, эфир сақтаңызшы. Я, эфир сақтаймын обязательно. Вот, в целом, осындай инсайттар, осындай обновлениялар бар. Получается, сіздерге жаңағы ЭКТ порталындағы обновление туралы, яғни дистрибьюторский, дилерский бойынша информация бердім. Одан бөлек дистрибьюторский, дилерский галочкасы тұрған тауарларға дәл қазір қалай баға қоя аламыз галочкасына обход жасап, соны айттым. Одан кейін Омаркеттен бөлек тағы да порталдар пайда болатынын айттым. Және заказчиктар бір тауар емес, уже бірнеше тауарды алып жұмыс жасайтындығы туралы айттым. И в целом негізі осы. Бұл эфир, короткий эфир болсын, ұзақ эфир болмай ақ қойсын. Потому что ұзақ эфир болатын болса, ел шаршатып ұйықтатып тастайды. Сондықтан, так, менің сұрағыма жауап беріңізші. Сізде қандай сұрақ еді? Курсқа қатысты ғой деймін, қателеспесем. Сіз номеріңіз жаза салыңыз, жарай ма? Потому что бізде мынандай тема бар. Курс оқимын деп келеді, в итоге бірақ қана сұрағы бар екен, ол сұрағына біз бесплатно жауап бере саламыз и дальше самостоятельно жұмыс жасап кете береді. Сондай случай болып қалуы мүмкін. Ондай случай болса, курсқа кірудің смыслы жоқ. Біз сізге бесплатно көмектесуге дайынбыз, жаңа айтып жатырмын, зуммен де мысалымға, разборға, диагностикаға адамдар жазылады, көмектесе саламын, не вопрос. Сондықтан курс өту қажет па, қажет емес па, толық информацияны так, енді бұл жерде емес, дайректке жазыңызшы, өтініш жарай ма? Дайректке жазсаңыз номеріңіз, потому что қазір эфир өшеді, не қалып кетеді номеріңізді, ала алмай қалам, хорошо? Дайректке жазсаңыз номеріңізді, и сізге хабарласамыз ертең уже бүгін түн болып кетіп, и тем более офиста менеджерлар да жоқ. Жалпы негізі осындай тема болып жатыр. Ал енді курсқа қатысты информация болатын болса, жаңағы курсымызды тоқтатып, сообществоға ауысып жатырмыз. Соңғы потокқа қазір жеңілдік бар. Кім жеңілдікпен курсқа кіргісі келеді, солар ары қарай уже сообществоға өтуге мүмкіндік болады. Ал сообществоның форматында жаңа айтып өткенімдей бесконечный тоқтаусыз обучениялар, бесконечный встречалар, жеке куратормен, менімен де жеке встреча, және топпен өздеріңіз каждый вторник и суббота күні жалпы кездесу менімен онлайн форматта 2-3 ай сайын офлайн форматта встречалар болып отырады. И не только по маркету, но и в целом бизнестің развитиясы бойынша жұмыс жасайтын боламыз, достар. Осы формат жалпы кімге қызық? Одан бөлек жаңағы инвестиция бар екі каналдан. Омаркеттің өзі инвестиция береді деп қыстан бері айтып келе жатып уже бастады ғой. И сол инвестициясын уже алып жауап тастаған адамдар бар бізде. 2 миллион алған адамдар бар, 1,5 миллион алғандар бар, 1,126 мың біздің кураторымыз Шымкент қаласындағы Айжарқын ханым, например, 1,126 мың теңге алды. Кім болса, Сандуғаш ханым Ақтаудан, ол, например, 2 миллион теңгесін уже жауап тастады. Алып, уже срок өтіп кетті. И срок өткенде қалай? Уақытылы жапты ғой, имеется в виду, уже жауап тастады. И осылайынан жұмыс жүріп жатыр. Беретін сондағы 4%-бен береді. Осы сияқты, мысалға, e-факторинг бар, e-факторингтің пайызы 2%-бен 12%-ның ортасында, олардың өздерінің тарифтары бар, смотря қай тарифпен жұмыс жасайсың, соған қарай ақша береді 15 миллион теңгеге дейін. Осы ақшаларды қолдан өзім мен өткен аптада 5 миллион 800 мың теңгелік тендерімнің
95% соларға сатып жібердім. Заказчиктен ақша түскенін күтіп отқанға уақыт болмады. Маған қаражат керек болды. Сөйттім да 95%-ын сатып жібердім. 5,5 миллион теңгесін аударып жібердім. Дальше реквизитін ауыстырып, жаңағы өздерімен жібердім. Не болса, ол болсын, орталарында соттасам ма, басқа қыла ма, әлде уақытында аудара ма, білмеймін. 5% менікі емес уже бітті. Потому что заказчик төлейтін ақшаны мен күтіп отпай, уже e-факторингтан бірден алып алдым да. И олар сөйтіп, уже товардың бәрін поставкасын жасап қойғам ғой. Тек қана оплатасын күтіп отқам. 95%-ның оплатасын уже алып алдық. И в целом осы сияқты жаңағы түрлері бар тарифтарының. Осылайынан жұмыс жасасаңыздар болады, достар. Ал енді кім курсқа қатысты информациялар алғысы келеді, кім бізбен бірге болғысы келеді, номерларыңыз қалдырыңыздар. Ертең ыңғайы келіп жатса, возможно, зуммен сіздермен жеке жұмыс жасап тастаймын. Сондықтан, достар, бізбен бірге болыңыздар. Эфирді кім көрген жоқ, қайталап көріңіздер. Өте көп обновлениялар туралы информация бердім. Жақсы фишкалар бердім, идеялар айттым. Осы идеяларды қолдану арқылы сіз егер нормально жұмыс жасап жүрген поставщик болсаңыз, реально миллион теңгені таба аласыз. Это не проблема. Особенно жұмыс жасап жүріп, көзін таппай жүрген адамдарға мына эфир прям идеально кетеді. Сондықтан эфирмен бөлісуді ұмытпаңыздар, жақсы ма? Ал егер осы эфир біткеннен кейін барып көріп, сұрақ қалып қоятын болса, прям комментарийға жазсаңыздар болады, немесе директке жазыңыздар. Біз көмектесуге дайынбыз. И это все абсолютно бесплатно, если что. Хорошо, имейте в виду, сіздер бізге хабарласқан үшін ойбай курс ал деп қанышу бізде жоқ ондай. Сондықтан, достар, бізбен бірге болыңыздар. Жақсы, барлықтарыңызға сау саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар, табысты болыңыздар. Заказдарыңыз көп болсын, достар.